Қайырлы күн жас достар. Мен Саздауен домбырамен ән салу үйірмесінің жетекшісі Айнұр Айжігіт қызы. Бүгінгі сабағымызда өткен сабақтарды еске түсіріп, қайталап қорытындылаймыз. Алғаш біздер, балалар, домбыра құрылысымен танысып, оң қол, сол қолдың қойылымдарын үйрендік. Саусақтардың реттілігін қоя отырып, қағыстармен қағып, қол жаттығуларын жасауды үйрендік. Және біз домбырамен қосылып ән салатын болғандықтан дауыс жаттығуларын жасадық. Қол жаттығуларын бір еске түсірейік. Балалар, қол жаттығуында бірінші, екінші, үшінші, төртінші саусақтар өз реттілігімен жүреді. Домбыра мойнында саусақтар ойнап келе жатқан кезде домбыраның мойнының астына саусақтарымыз жасырылып қалмау керек. Мінекей. Барлығы домбыраның мойнының үстінде тізбектеле орналасады. Төмен жоғары қағыстар арқылы ойнадық. Әрі қарай төмен қағыстармен бармағымызды бір пернеге түсіре отырып, және бірінші саусағымызда бір пернеге жылжи отырып, жаттығуларды ойнап шығамыз. Енді жоғары қағыста. Төмен қағыста. Кезек қағыста. Не балалар? Біз бірінші пернені түрік пернесі дедік. Екінші пернеде ля нотасы бар. Ля нотасынан бастап, соңғы сағадағы, үлкен сағадағы ре нотасына дейін жаттығуды ойнаймыз. Енді балалар, ноталарды айту арқылы дауыс жаттығуын жасауды үйрендік. Соль, си, ля, до, си, ре, до, ми, до, ре, си, до, ля, си, соль. Тағы бір дауыс жаттығу. Дауысты әріптерді айту арқылы. Неке балалар, бізге әрдайым ән салатын болғандықтан дауыс өте қажет. Әрі қарай балалар, біз үш әнді толығымен айтуды үйрендік. Ендеше еске салып өтейік. Біз өмірдің гүліміз. Сеңгір көктен нұрын төккен ортақ біздің күніміз, жайнап өскен, жайдар өскен біз өмірдің гүліміз. Балдостыққа, жолдастыққа шақырады әніміз.
әніміз Бейсенғали Ғизатовтың «Біз өмірдің гүліміз» әні. Екінші балалар, Алтынбек Қоразбаевтың «Әжемнің әлдие» әнін үйрендік. Бұл әндегі қағыстарда төмен және жоғары жүреді. Шумақ пен қайырмасының бір жерінде ғана төмен жоғары қағыстар алынады. Кәне бір еске түсіріп өтейік. Мамам қайда дейсің ау, папам қайда дейсің ау, кетті десем ойлайтап, маған өкпелейсің ау. Әлди, әләләй, ұйықтай қойшы баламай. Мамаң кетті курортқа, папаң кетті курортқа, аман болсын әйтеуір жүрген жері жырақта. Әлди, әләләй, ұйықтай қойшы баламай. Неке, дәл осылай балалар, қалған екі шумағда қайталанып орындалады. Үшінші үйренген әніміз Бәкір Тәжібаевтың «Туған жер» әні. Сіздерге мен бір шумақ қайырмасымен орындап берем. Алыс кетсем мен сені аңсап жүрем, сағыныштың сазымен ән сап жүрем. Туған жер, ауылымның түтіні қымбат маған белдер ай, күн қақтаған. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп, бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады-ау. Әрі қарай екінші шумағын бір көрсетем. Көзі тартып жайнайды далаң гүлден, қасиетіңді қашанда балаң білген. Туған жер, бұл өңірде шіркін ай, не жетеді құшағында әкем мен анам жүрген. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп, бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады-ау. Неке балалар, біз домбыра аспабымен ойнауды үйрене отырып, ноталарды үйрендік және үш әнді қосыла орындауды үйрендік. Балалар, ән салуда бірінші музыка ойналады, яғни туған жерді бастайтын кезде си, соль, ля, соль. Кез келген әнде соңғы төртінші бөлімін ойнай отырып, әрі қарай домбыра аспабындағы ноталарға ере отырып, сөзді қосып, әуелетіп ән саламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар балалар.